Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы шаңырақ. Диктантымызды бастамас бұрын мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы өте зор. Ұл бала әке шаңырағының иесі болып саналады. Киіз үйдің басқа сүйектері ескірсе, жаңартуға болады, ал шаңырақ жаңартылмайды. Шаңырақты үй иесі деп есептелетін ер адам ғана көтереді. Диктантымызды азат жолынан бастап жазамыз. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы өте зор. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы өте зор. Жаңа сөйлем. Ұл бала әке шаңырағының иесі болып саналады. Ұл бала әке шаңырағының иесі болып саналады. Жаңа сөйлем. Киіз үйдің басқа сүйектері ескірсе, жаңартуға болады. Киіз үйдің басқа сүйектері ескірсе, жаңартуға болады. Жаңа сөйлем. Ал шаңырақ жаңартылмайды. Ал шаңырақ жаңартылмайды. Жаңа сөйлем. Шаңырақты үй иесі деп есептелетін ер адам ғана көтереді. Шаңырақты үй
иесі, деп есептелетін ер, адам, ғана, көтереді. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды. Мәтінді қайталап оқып шығамын. Жазған диктанттарыңды тексеріп алыңдар. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы өте зор. Ол бала әке шаңырағының иесі болып саналады. Киіз үйдің басқа сүйектері ескірсе жаңартуға болады. Ал шаңырақ жаңартылмайды. Шаңырақты үй иесі деп есептелетін ер адам ғана көтереді. Осымен диктантымыз аяқталды. Сау болыңдар.